әріптестер, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 96 бабының ережелеріне сәйкес қоршаған ортаны қорғау бөлімі, Сырдариядағы ветеринариялық станциясы қоршаған ортаны ластаушы заттардың жол берілетін шығарындылары нормативтерінің жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырып отыр. 2021 жылғы 3 тамызда 286 бұйрықпен бекітіліп қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидасының 21 тармағын басшылыққа ала отырып, мен Жүсіп Қайрат Жақпайұлы жергілікті атқарушы орган ретінде бүгінгі тыңдауларға төраға боламын. Тыңдаулар төрағасының құқықтарына ашық жиналыс нысандарында қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Бұл ретте қағидалардың барлық талаптарын сақтай отырып, белсенді қатысуларыңызды сұраймыз. Қоғамдық тыңдауды өткізу үшін бізге қатысушы арасынан Сырдариядан ветстанция маманы Құрманов азаматты қоғамдық тыңдаудың хатшысы ретінде сайлауды ұсынамын. Егер қарсылықтарыңыз жоқ болса, қолдап, дауыс беріп, қол көтеріп жіберсеңіздер. Қарсы мүдделеушілер бар ма? Қалыс қалып жатқандар жоқ қой. Дауыс беріп, осыдан көпшілік дауыспен Құрманов азамат қоғамдық тыңдаудың хатшысы ретінде тағайындалды. Ендігі бүгінгі жиналыста жобаға қатысты жоба жетекшілері мен ұйымдардың мамандары және мүдделі органдардың өкілдері Zoom конференциясы арқылы қатысуда. Сонымен қатар қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидасына сәйкес қоғамдық тыңдаулар регламентін сіздердің назарларыңызға жеткіземін. Бірінші іс-шаралардың қоғамдық тыңдауға қатысушы ретінде тіркеу, сіздерді тіркеп жатқан. Кіріспе сөз, тыңдаулардың хатшысын таңдау, регламентті бекіту. Одан кейін қоршаған ортаға ықтимал мәселелер туралы есептік баяндама. Содан соң сұрақтар мен жауаптар сессиясы, соңынан қорытынды жасау, қоғамдық тыңдаулардың жабылуы. Аталған регламентке дауыс берулеріңізді және бекітулеріңізді сұраймын. Қолдарыңызды көтеріп, қолдаймын деушілер қолдарыңызды көтеріп жіберсеңіздер регламентті. Қарсымын деушілер бар ма? Қалыс қаламын деген кісілер. Бейне және түсірілім жүргізіп жатқан естеріңізге салып, баяндама аяқталғаннан кейін сұрақтарыңызды қоюларыңызды сұраймыз. Барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына енгізілетін болады. Алайда қоғамдық тыңдаулар тұрғысынан сұрақтар қоюларыңызды сұраймыз. Сөз сөйлеушілерді бөлмеу, сыпайы болу, іс-шараның барлық қатысушыларына сөйлеуге мүмкіндік беруді сұраймыз. Сұрақтарды қоймас бұрын өздеріңіз таныстыруды және өкілдік ететін ұйымның атауын, лауазымдарыңызды айтуларыңызды сұраймыз. Сөз кезегі қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы әсетті әзірлеуші, өкілі, баяндамашы Бекеева Аяке Орынбекқызына береді. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, менің атым Бекеева Аяке Орынбекқызы. Бүгін сіздерге Сырдариядан ветеринарлық станциясы үшін қоршаған ортаға ластаушы заттардың рұқсат етілетін шығарындылар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және табиғатты қорғау іс-шаралары бойынша есебін таныстыратын боламын. Оператор туралы жалпы мәлімет. Оператор қызметінің негізгі саласы жануарлар ауруларын алдын алу және жою жөніндегі ветеринариялық профилактикалық іс-шаралар, ауыл шаруашылық жануарларын таңбалау, чиптеу, таңбалау рәсімдерін жүргізу, жануарлардың жұқпалы аурулары туындаған жағдайда инфекция ошақтарын тез жою мақсатында карантиндік және де басқа да ветеринарлық станциялар іс-шараларын жүргізу, медициналық және санитарлық мекемелермен бірлесе отырып, халықты жануарлар мен адамдарға ортақ аурулардан қорғау бойынша іс-шаралар өткізу. Қазақстан Республикасының ülкеде бекіткен тізбеге сәйкес аса қауіпті жұқпалы аурулардың ошақтарын жою мақсатында ауру жануарларды жою және сою жөніндегі ветеринариялық санитарлық іс-шараларды жүргізу. Жобаны әзірлеу мақсаты. Бұл жобаны әзірлеу табиғатты пайдалану жағдайларының өзгеруіне, яғни атмосфераның ластануының жаңа көздерін анықтауға байланысты жүргізілді. Жоспарланған жұмыстар кезеңінде атмосфералық ауаға әсерін бағалау. Аталмыш жобаның іске асырылуы кезінде барлығы 64 стационарлық көздер анықталды. Оның 38-і ұйымдастырылған, 26-сы ұйымдастырылмаған. Олар атмосфераның ластану деңгейін талдау кезінде жердегі концентрациялар атмосфералық ауаның стандартты сапа критерийлерінен төмен мәндерге ие болатындығын және санитарлық қорғау аймағының шекарасында шекті рұқсат етілген концентрациядан аз болатындығын көрсетті. Кәсіпорын бойынша 2025 және 2034 жылдарға арналған жалпы жылдық шығарындылардың
21 тоннаны құрайды және оларды Сырдария аудандық ветеринарлық станциясы үшін шекті жол берілетін шығарылымдар нормативтер ретінде қабылдау ұсынылады. Кәсіпорынның балансында Сырдария ауданының аумағында бір ветеринариялық станция және 13 ветеринарлық пункт бар. Ветеринарлық пункттер аймағында бір крематорий, бір жылжымалы инсинератор және 8 ветеринариялық пунктте биотермиялық шұңқырлар орнатылған. 2025 және 2034 жылдарға арналған қалдықтарды жинақтау лимиттері және қалдықтарды басқару бағдарламасының жобасы. Өмірлік циклдің барлық кезеңдерінде қалдықтардың түзілуін қозғалысын есепке алу және бақылау жүйесін оңтайландыру, қалдықтарды физика-химиялық қасиеттер бойынша сұрыптау, сәйкес келмейтін қалдықтарды қосымша қайта өңдеуге, сондай-ақ өткізілетін іс-шаралардың жалпы қымбаттауына әкеледі және зертханалық талдау жүргізу қажет болады. Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мамандандырылған компанияларға уақыты берілуін бақылау, қалдықтарды жинақтау және қалдықтарды кейіннен кәдеге жарату, қайта өңдеу немесе жою үшін арнайы белгіленген орындарда жинау. Жоғарыда айтылған қалдықтарды басқару бағдарламасын орындаған кезде бұл қоршаған орта компоненттерінің ластануын төмендетеді немесе толығымен жояды. Қоршаған ортаны қорғау жөнінде 2025 және 2034 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары. Шекарадағы атмосфералық ауаға шығарындылардың әсерін аспаптық бақылау, автокөліктің уыттылығын тексеру, техникалық су шығынын есепке алуды енгізу, аумақты және санитарлық қорғау аймағын қоқыстан тазарту, аумақты абаттандыру және көгалдандыру, өндірістік экологиялық бақылау бойынша есептер жасау, экологиялық ағартумен айналысатын мамандардың біліктілігін арттыру, экологиялық мерзімді басылымдарға жазылу, көрнекі үгіт плакаттар мен қоршаған ортаны қорғау жөнінде құралдарды сатып алу. Осы шараларды сақтау жоспарланған жұмыстар кезеңінде қоршаған ортаға әсерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 182 бабына сәйкес өндірістік экологиялық бақылаудың мақсаттары: ішкі экологиялық саясатқа, қоршаған ортаға ықтимал әсер ететін өндірістік процестерді бақылауға және реттеуге қатысты шешімдер қабылдау үшін ақпарат алу, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету, өндірістік процестердің қоршаған ортаға, адам денсаулығына немесе денсаулығына теріс әсерін барынша азайту, табиғи және энергетикалық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін арттыру, штаттан тыс жағдайларға жедел алдын алуға ден қою, объектінің оператор мен басшылары қызметкерлерінің экологиялық ақпараттылығы мен жауапкершілігін неғұрлым жоғары деңгейін қалыптастыру, кәсіпорынның экологиялық қызметі туралы жұртшылыққа хабардар ету және экологиялық менеджмент жүйесінің тиімділігін арттыру. Осы жоғарыда келтірілген материалдар негізінде келесі қорытындыларды жасауға болады. Рұқсат етілген шығарылымдар нормативтерінің жобасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы табиғатты қорғау заңнамасының талаптарына сәйкес қоршаған ортаға теріс әсерді қысқарту мақсатында орындалды. Осы жобада технологиялық процестердің қоршаған орта компоненттеріне әсері қарастырылып бағаланады. Жүргізілген жұмыстарды талдау көрсеткенде осы объектінің өндірістік қызметі кезінде теріс әсері тек жоспарланған жұмыстар аумағында ғана атмосфералық ауасына әсер етеді. Кәсіпорынның топыраққа, өсімдіктерге және жануарлар әлеміне әсері шамалы. Бұл компоненттерге объектілердің физикалық болуы және жердің бұзылуы айтарлықтай әсер етеді. Ұсынылған іс-шараларды іске асыру кезінде кәсіпорынның қоршаған орта компоненттерінде теріс әсері азайтылады. Қоршаған ортаға әсер ету жергілікті болып бағаланады және табиғатты қорғау шараларымен, төлемдермен және жерді қалпына келтірумен өтелетін болады. Қолданылатын заманауи технологияларды ескере отырып, жобаны іске асырудың қоршаған ортаға әсері минималды деңгейде болады және қоршаған ортаны бағалау нәтижелері бойынша нысанның пайдалануға берілуі елеулі экологиялық зардаптар әкелмейді. Тұтастай алғанда, болжамды жұмыстар ауданындағы қоршаған ортаға әсерді бағалау табиғатты қорғау іс-шараларын сақтаған кезде соншалықты маңызды болмайтындығын көрсетті. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылы 3 тамыздағы номері 286 бұйрығына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу ережесіне сәйкес ұйымдастырылды. Назарларыңызға рахмет. Жоба бойынша ұсыныстар, сұрақтар, түсініктемелеріңіз бар ма? Бар болса, оларды ұсынатын үйінің атауын, өкілдің кейін атын, әкесінің атын оларды көрсетіп қоя аласыздар. Сұрақтарыңыз бар ма негізгі? Жағы оқыған баяндамалы байланысты. Алмар ханым, сізде сұрақ бар ма? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Порталда сұрақтар ескертулер болған жоқ? Жоқ, болған жоқ.
Бүгінгі қоғамдық тыңдаулар өткізілді деп жариялаймыз. Қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймыз. Уақыт тауып белсенді қатысқандарыңыз үшін ауыл тұрғындарына, мекеме қызметкерлеріне барлықтарыңызға рахметімізді айтамыз. Жақсы, сау болыңыздар.